Сәлем, бұл Қоншық каналы. Бүгін мен сіздерге оригами, қағаздан жасалған оригами танк жасауды үйретемін. Мінекей, қараңыздар. Мынандай оригами танк, мынау кішкентайы, мынандай жасыл түспен де жасауға болады. Қазір мен сіздерге мынандай кәдімгі А4 форматында ақ қағазбен жасауды үйретемін. Мынау мінекей, мен дәптердің қағазымен жасай салған мінекей. Оригами танк осындай. Және мынандай пластилинмен қатты қылып жасағанмын танк. Және мынандай машалкамен кәдімгі мынандай танктар жасағанмын, қараңыздар. Кәдімгі баллондары мынандай осы материалмен қапталған. Көрдіңіздер ме? Осындай. Ал мен қазір оригами танкты жасауды үйретемін. Ол үшін бізге мынандай қайыншы керек. Және мынандай екі қағаз керек. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ең бірінші қағазды аламыз. Аппақ осындай парақты аламыз. Оны былайынан мынау ұшына дейін дөп-түзу етіп қайырамыз. Мінекей. Міне. Одан кейін мына бұрышын мына жағына қайырамыз. Сосын мына бұрышын да солай қайырамыз. Міне. Одан кейін мына жаққа қарап, осылай наоборотын тағы бір қайырамыз. Міне. Осындай бізде мынандай X шығу керек осылай, мінекей, жан жаққа солай қайырылатын. Одан кейін мына жағында солай. Ал енді мынау екі бұрышын былай аламыз да, былай үшбұрыштаймыз. Міне. Мына жеті түп-түзу болу керек. Былай түзулейміз. Міне. Мына жағында солай. Міне. Осылай түзулеп аламыз да, былай үшбұрыштаймыз. Екі жағы да үшбұрыштап болғаннан кейін, мынау жерін, шетін, мынау дәл сызыққа дейін апарамыз, қайырамыз осылай. Сосын осы жерін қайырып болғаннан кейін, мына жаққа қайырамыз былай. Екінші жағында. Осылай істеп болғаннан кейін, мінекей. Осындай бізде фигура шығады. Сосын мына жағын, мына бұрышын былай барамыз, мына бұрышын былай. Мінекей. Одан кейін мына бұрышын істемейміз, арғы бетін аударамыз. Одан кейін мына бұрышын ұстаймыз, мына бұрышын ұстап, осылай мына жаққа әкелеміз. Мінекей. Мына жерін былай ұстаймыз, өйткені ровно болу үшін осы жер. Мінекей. Осылай бас-бастаймыз. Сосын мынау екі бұрышын көріп тұрсыздар ма? Мінекей. Мынау баллоны болады осылай. Осы бұрышын мына жерге кіргізіп жіберу керек. Мінекей. Мына бұрышын да солай кіргізіп жібереміз. Мінекей. Міне бізден андай талай пайда болды. Енді бұл танктың ататын жерін не істеу керек. Ол үшін бізге қағазбен қайыншы керек. Ол қағазды былай қиып аламыз қазір, мінекей. Осыншама болады. Енді мынаны осылайды жұқа қылып қайырсақ та болады, қалыңдау қылсақ та болады. Мынау міне қалың болып кеткен кішкене. Негізінде жұқа қылып қайырса әдемі болатын сияқты. Осылай орап шығамыз. Өте қалың болмау керек ол. Бірақ қалың болса да болады. Не?
мінекей. Бұл қалың болып кетті. Мінекей мына жағына соны кіргіземіз. Мінекей біз мынау ататын пушкасын бар, сол жерін тағып болдық. Танкінің мінекей. Осындай мен оригами танкіні істеп үйреніп алыңыздар, қараңыздар. Мынаны жай қағазбен істеген, мынаны А4 ақпен. Яғни бұны жасыл светпен де істесеңіздер болады. Және де мынандай танкіні де істеп үйренесіздер, және пластилин танкіні істеп үйренесіздер. Бұл кәдімгідей қатты мінекей баллондармен жасалған. Осыны жасап міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Лайк басыңыздар. Қонжық каналына міндетті түрде жазылыңыздар. Сау болыңыздар.